Достар, сәлем. Әр отбасында өзінің фирменный тамағы болады. Бұл менің анамның өзінің сүйікті пісіретін нарын тамағы. Осылай қамырды жаямыз. 4 бұрышты сияқты ұзынша кесіп аламыз. Осылай кесіп аламыз. Суға пісіріп кәдімгі қамыр сияқты дайындаймыз. Енді туралған пияз, ет, сәбіз. Туралған пиязымызды саламыз. Етімізді саламыз бетіне. Осылай ұзынша турасаңыздар болады. Етімізді саламыз. Өздеріңізге қалай ұнайды солай. Сәбізімізді саламыз. Осылай араластырамыз. Бұл жерде еттің сорпасына қамыр пісірмейміз. Қамырды бөлек суға пісіріп аламыз. Осылай еттің сорпасының бетіндегі майын сүзіп алып, осыған қосамыз да араластырып жейміз. Дәмі ерекше дәмді болады. Жасап көруге кеңес беремін сіздерге. Мен анамды есіме алғанда мамама деген сағынышымды осы нарынды жасап беріп басамын. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Осындай ерекше рецепттер қаласаңыздар, лайк басып каналыма жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Ақтаева Тоғжан.